Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына шейін қараймыз және тіркелуді ұмытпаймыз. Бүгін сіздермен осындай әдемі жасминка повязкасын тігетін боламыз. Қалауымызша әртүрлі матадан тіксеңіз болады, жаздық, күздік ретінде. Мынау видеода көрсетілген жасминка матовый бархат немесе перделік үйлер деп аталады. Бұл үшін мен келесідей размерлерді алған болатынмын. Яғни 50-де 20 сантиметрлік 2 штук және 22-де 12 сантиметрлік мата және резинке алдым. Қажетті заттарымыздың барлығын дайындап алғаннан соң повязка тігуге көшеміз. 50-де 20 сантиметрлік болатын 2 дана матамыздың екеуіне де тура ортасынан белгілеп 3 сантиметрден белгілеп аламыз. Екеуінде сонда алды және астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігі 6 сантиметр болады бізде. 2 данасында тура осылай белгілеп аламыз. Одан кейін матамызды жазып отырып бір-біріне беттестіреміз. Сол ортасындағы 6 сантиметрді ғана біз тігетін боламыз. Видеода нақтырақ көрінеді, яғни осы жерді ғана біз тігіп аламыз. Осылайша ортасынан тігіп алғаннан кейін 10 бетіне ауыстырамыз. Ауыстырғаннан кейінгі видео бойынша екі шетін бір-бірімен беттестіреміз осылайша. Одан кейін төмен қарай ортаңға тігіске дейін және тігістен төмен ішкі жағынан толықтай тігіп шығамыз. Тігіп алғаннан кейін сол бөлікті оң жағына айналдырамыз. Бізде осындай ортасында тесік болады. Оған екінші бөлік матаны алып кіргіземіз. Менде мата қалыңдау болғаннан өту жағы қиындау болып тұр. Одан кейін видео бойынша тура жаңағы бірінші әдістегідей етіп екі жағын тігіп аламыз. Тігістері бізде іште қалатын болады. Көрсетілген видео бойынша біз екінші бөлікті де тігіп шығамыз. Мата қалың болғаннан кейін маған бір жағынан түгел тігіп шығу қиындық тудырды. Сондықтан да мен екі жағынан бөліп тіккен болатынмын. Видеода жақсырақ түсінікті болады. Екі жағын тігіп болғаннан кейін екеуінде 10 бетіне аударамыз. Яғни бір жағын, яғни әрмен қарай резинка тігіске дайындайтын боламыз. Артқы резинке орнатуға арналған матаны көз мөлшерімен 3-ке бөлеміз. Сол ортасындағы бөлікті ғана тікпейміз, екі жан бөлікті тігіп алып 10 бетіне аударатын боламыз. Повязканың шеті жаңағы тігіп алған матаның еніне сәйкес болу үшін біз алдымен көктеу тігіспен оның қалпын келтіріп аламыз. Екі жағын бірдей көктеп аламыз. Көктеп алғаннан кейін біздің повязканың артқы бөлігін аудармай тұрып, ортаңғы бөлік бізде ашық. Сол жерге бір келкі етіп повязканың шетін кіргізіп, машина тігіспен тігіп аламыз. Тігу барысында бір жердің қалың не жұқа болып кетуін қадағалаймыз. Және келесі бетіне аударамыз. Сол келесі бетіне резинкемізді бірге машинкаға тігіп шығатын боламыз. Резинкісін тігіп алғаннан кейін біз 10 бетіне қарай ішкі жағын аударамыз. Яғни келесі бетіне тура осылай тігіп шығамыз. Резинкесінде бірінші әдістегідей тартып отырып тігеміз. Болғаннан кейін артық жерлерін қайшымен қиып тастаймыз. Яғни 10 айналдырамыз. Бізде дайын болып қалды. Енді ортасын белгілеп алып, резинка мен матаны бірге тура ортасынан тартып отырып тігіп шығу керек.
Толық тігісіміз аяқталған соң артық жіптерін, көктеген тұстарын барлығын кесіп алып тастаймыз. Бізде повязка дайын болды. Екі жағынан да киюге болады. Яғни ортасына қалауынша өздеріңіз моншақ немесе түймелер, басқа да нәрселер ойластырсаңыздар болады. Видеоны көргендеріңізге алғыс, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.